Қайырлы күн қыздар. Біз сіздермен бүгін куриное филе с сметанным соусы дайындаймыз. Ол үшін алдымен газымызды жағып, табамызды қоямыз. Одан соң табамызға сұйық май жағамыз. Майымыз қатты қызған соң куриное филені ұсақтап туралған табамызға саламыз. Әрине, оны алдымен жуып аламыз жақсылап. Содан соң табамыздың қақпағын жауып қойып, 1-2 минут бұқтырып аламыз. Бір-екі минут өткен соң табамызға кішкене, яғни дәміне қарай тұзымызды саламыз. Осыдан соң оған аздап туралған сарымсақ және пиязымызды және 1 ас қасық томат пастасын саламыз. Осыдан соң жақсылап араластырамыз да қақпағын жауып 5-6 минутқа бұқтырамыз. Табамызға су құймаймыз, себебі томатымыздың өзінің суы шығады. 5-6 минут өткен соң жақсылап араластырамыз да болгар бұрышын саламыз. Менде қызыл және жасыл түсі. Бұдан соң табамыздың қақпағын жауып 10 минутқа бұқтырамыз. 10 минуттан соң табамызға 1 стақан сүт, не болмаса сливки құйып, жақсылап араластырып, оған базилик, ма сияқты дәмдеуіштер, яғни сіздерде не бар, соны қоссаңыздар болады. Енді осыны жақсылап араластырамыз да 15 минутқа бұқтырып аламыз. Он 15 минут өткен соң 1 ас қасық қаймақ салып араластырып, отымызды өшіріп қоямыз. Міне осымен біздің тағамымыз дайын. Барлықтарыңыз